Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Оқу мақсаттары: өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Негізгі туынды зат есімдерді, сын есім мен етістіктерді анықтаймыз. Тапсырма: берілген түбір сөздерге төменде берілген жұрнақтарды жалғап, жаңа сөз жаса. Яғни, кім, кімдер, не, нелер сұрағына жауап беретін зат есімдер жасаймыз. Мысалы, сурет не деген сұраққа жауап береді. Оған ш деген жұрнақ жалғап, оны кім деген сұраққа айналдырамыз. Сурет не, суретші кім болады. Осы жаттығуды толық аяқта. Дәптеріңе жаз. Сөз құрамына талда. Сурет түбір, ш жұрнақ. Түбір сөзге жұрнақ қосып, туынды етістік жасаймыз. Түбір сөздер ақыл, ой, ақ, шеге, мақта, би, көз, тіс, арқа, жыр. Осы түбір сөздерге төменде берілген жұрнақтарды жалғап, оны етістікке айналдырамыз. Яғни, қимылды білдіретін сөзге айналдырамыз. Мысалы, би не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұр. Енді осы би деген түбір сөзге ле деген жұрнақты қосатын болсақ, биле деген жаңа сөз пайда болды. Биле қимылды білдіретіндіктен, ол туынды етістікке айналды. Не істе? Биле. Қалған түбір сөздерге төменде көрсетілген жұрнақтардың үйлескенін жалғап, өзіңше туынды етістік жаса. Дәптеріңе толық жаз. Берілген сөздердің арасынан сан есімді табамыз. Сан есім заттың санын білдіреді. Оған қанша, неше, нешеу, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сөздерді оқимын. Арба, 8, қолшатыр, секірді, 15, 23, балапандар, ағаш, 4. Осы сөздердің ішінен сан есімді тауып, оның астын ирек сызықтармен сыз. Мысалы, 8. Неше? 8. Сан есім 8 сөзі. Осындай етіп, сан есімдерді тауып, астын сыз. Дәптеріңе таза, мұқият жаз. Мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Оқулығының 69-шы бетіне назар сал. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр деп, бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңізші. Бұл мәтінде су көзі туралы айтылған. Қандай су көздерін білетін едік? Бұлақ, теңіз, мұхит, өзен. Ал енді
Осы мәтін ішіндегі түсініксіз болған сөздерге назар аударайық. Құрақ дегеніміз суда, дымқыл жерде өсетін өсімдіктің бірі. Бастау сөзі бұлақ сөзімен синонимдес, екеуінің мағынасы бір. Дымданып деген сөз ол ылғал тартып, суланып жатыр дегенді білдіреді. Ойпаң жер деген ойықтау, сай жерді айтады. Бүлкілдеп аға бастады, ол су шыға бастады деген сөз. Тапсырма. Осы 69-шы беттегі мәтін астындағы сұрақтарға жауап бер. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Сұрақтарға мұқият жауап бер. Соңғы абзацты оқып, сын есімдерді тап. Мәтіндегі соңғы абзац бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша. Сын есімнің сұрақтары қандай деп аталады? Қандай су екен? Осы абзацтан тауып көр. Су қандай еді? Дәптеріңе жазып, астын ирек сызықпен сыз. Бұл сын есім деп аталады. Дәптеріңе жазған сын есімдердің негізгі сын есім бе, әлде туынды сын есім бе екенін ажырат. Егерде ол негізгі сын есім болса, сол түбіргейінде қандай деген сұраққа жауап береді. Ал егерде ол туынды сын есім болса, оның жұрнағы болу керек. Сонымен жазған сын есімдеріңнің негізгі сын есім әлде туынды сын есім екенін ажыратып көр. Оқулығыңның 70-ші бетін аш. Екінші жаттығуға назар аудар. Мәтінді көркем жаз. Сулы жер, нулы жер. Яғни су бар жерде қалың ағаш, шөп, ну тоғай болады деген сөз. Ну дегеніміз қалың тоғай. Тоғай іші көңілді. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Сулы, түбірі су. Лы, жұрнақ. Сулы, қандай жер? Сулы жер. Қандай сұрағына жауап беріп тұрған? Бұл сын есім. Лы жұрнағы бар болғандықтан, ол туынды сын есімге жатады. Нулы, түбірі ну. Лы жұрнақ. Қандай жер? Нулы жер. Жұрнағы бар болғандықтан, бұл сын есім туынды сын есімге жатады. Тоғай іші көңілді. Қандай? Көңілді. Сын есім көңілді. Түбірі көңіл. Не? Көңіл. Түбірі зат есім. Ді жұрнақ. Зат есімге жұрнақ жалғанып, туынды сын есім жасалған. Яғни, түбір сөзге жұрнақ жалғанып, қандай сұрағына жауап беретін сын есім жасалғандықтан, ол туынды сын есімге жатады. Мәтінді жақсы етіп көшіріп жаз, сөз құрамына талда. Түбірін жұрнағын сыз. Осы беттегі ережені дауыстап оқимыз. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейді. Яғни түбір күйінде
қандай деген сұраққа жауап беріп тұрса, оны негізгі сын есім деп айтасың. Егер де түбір сөзге жұрнақ жалғанып тұрса, ондай сын есімді туынды сын есім дейді. Мысалы, өнерлі түбірі өнер, лі жұрнақ. Қандай? Өнерлі. Бұл жұрнағы болғандықтан туынды сын есім болады. Саналы түбірі сан. А жұрнақ, лы жұрнақ. Жұрнағы бар болғандықтан бұл да туынды сын есім болады. Сонымен негізгі сын есім түбір күйінде қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған түбір сөзден жасалады тек қана. Ал туынды сын есім түбір сөзге жұрнақ жалғанып жасалып, қандай деген сұраққа жауап беру керек екен. Үйренгенімізді пысықтау үшін берілген сөздерді екі топқа бөліп жаз. Ақылды, салқын, суық, қайырымды, таулы, ыссы, қызыл, күшті, көркем, атақты, жаман, ұзын, мүйізді, бақытты, сулы, ақ, терең. Енді осы сөздердің ішінен негізгі сын есімдерді табайық. Немесе рет бойынша дәптеріңді екіге бөліп, сызып ал, негізгі сын есімдерді бірінші қатарға, туынды сын есімдерді екінші қатарға, бірінің астына бірін бағаны түрінде жаз. Бірінші сөзге қарайық. Ақылды. Қандай? Бала. Ақылды бала. Ақылды сөзін талдап көрейік. Ақылдының түбірі ақыл. Д жұрнақ. Жұрнағы бар болғандықтан бұл сөз туынды сын есімге жатады. Келесі сөз салқын. Сол түбір күйінде ол салқын деген мағынаны білдіреді. Салқын ешқандай жұрнағы жоқ. Сондықтан да ол негізгі сын есімге жатады. Суық. Қандай? Суық. Ешқандай жұрнағы жоқ. Сондықтан ол да негізгі сын есімге жатады. Қайырымды. Түбірі қайырым. Д жұрнақ. Жұрнағы бар болғандықтан оны туынды сын есімге жазасың.